Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Л дыбысы. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен Л дыбысын буында, сөзде, сөйлемде дұрыс айтуды үйренеміз. Және де ойын, тапсырмалар арқылы есте сақтау, ойлау қабілетімізді дамытатын боламыз. Оқушылар, олай болса, сабағымызды бастамас бұрын артикуляциялық жаттығулар жасайық. Қанекей, қолдарыңызға айнаны алып, бізбен бірге мұқият қайтала. Сәлем, дұрыс сөйлеп үйренгің келеді ме? Ендеше жаттығуларды менімен бірге қайтала. Жарайсыздар, оқушылар. Ендеше Л дыбысының артикуляциясына назар аударыңыздар. Л дыбысы дұрыс шығуы үшін тістердің арасы ашық тұруы керек. Ал тіл ұшы үстіңгі тістің түбіне немесе қызыл иегіне барып тіреледі. Оқушылар, қанекей ендеше бірге айтып көрейік. Л. Л. Керемет, жарайсыздар. Олай болса, оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бірінші тапсырмада жасырылған әріптерді тауып, Л дыбысынан басталатын буындар құрап айтыңдар. Іске сәт, оқушылар. Оқушылар, жасырылған әріптерді таптыңдар ма? Ендеше буындарды бірге қайталайық. Ла, ло, лу, л. Өте жақсы, жарайсыздар. Олай болса, оқушылар, осы дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейік. Ал, ол, ул, ыл. Өте жақсы, жарайсыздар. Ендеше екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Соңғы буынға сәйкес келетін ұйқасты тап. Уылжыған албырт, дәмі ғажап алмұрт.
Жағасында бұлақ жайылып жүр лақ. Құйрығы 10 арыс, бұл айбатты жолбарыс. Үні ғажап дүл-дүл, бақта сайрар бұлбұл. Жарайсыздар оқушылар. Сіздер бұл тапсырманы дұрыс орындады деген сенімдемін. Ендеше бір сергіп алайық. Шап, шап, шапалақ, шапалақтайық, тез шапалақта. Баяу шапалақта. Шапалақ орайық, ит сияқты құйрықпен бұлаңдатайық. Бұлаң-бұлаң құйрықты бұлаңдатайық, тез бұлаңдат. Баяу бұлаңдат. Құйрықпен бұлаңдатайық, горилла сияқты көкіректен ұрайық. Тарс-тарс көкірек, көкіректен ұрайық, тез тарсылдат. Баяу тарсылдат. Тарсылдатып ұрайық, түйе сияқты тізе бүгейік. Бүк, 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 тізелеріңді бүк, тез бүгейік. Баяу бүгейік. Бірге тізе бүгейік. Бегемот сияқты құлақтарыңды қимылдат. Ары-бері құлақтарыңды қимылдат, тез қимылдат. Баяу қимылдат. Құлақтарыңды қимылдат. Керемет оқушылар. Үшінші тапсырмаға назар аударыңдар. Суреттерді пайдалана отырып, сөйлеп құрастыр. Мен жазда. Ауылға барамын. Өте жақсы. Арманның сүйікті жемісі. Алма. Керемет. Аулада балалар футбол ойнап жүр. Өте жақсы. Ара гүлге қонып бал жинайды. Өте дұрыс. Оқушылар, жарайсыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз сіздермен артикуляциялық жаттығуларды бірге қайталадық. Л дыбысын буында, сөйлемде айтып үйрендіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.